Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Арайлым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, өте жұп-жұмсақ болатын, аз ғана уақытта дайын болатын, дрожжсыз, содамен жасалынатын, айран қосылған, осындай лүпілдек, жұп-жұмсақ үлпілдек бауырсақтардың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық қажетті заттардың тізімін және мөлшерін описаниеде қалдырып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ең алдымен айранымызды алып, үстіне осылай бір шай қасық содамызды салып жақсылап араластырамыз. Айранымыз бөлме температурасында болуы қажет, және де менде шамалы ғана ашыған айран болса да бола береді. Ең бастысы осылай сода салғаннан кейін шамалы өзі осындай көпіршіктеніп айранмен сода реакцияға түсуі керек болады. Енді ұнымызды електен алдын ала өткізіп, осылай дайындап қоямыз. Үстінен бір шай қасық тұзымызды саламыз, және де шамалы ашыңқырап, үстінен 2 ас қасық шекер салатын боламыз. Шекерді қалауыңызша шамалы көбейтсеңіз болады. Егер бауырсақтың тәттірек қып жақсы көретін болсаңыз, онда тағы да 1 қасық немесе 2 қасық қоссаңыз болады. Енді шамалы араластырып, осылай ортасын ашып, бір жұмыртқамызды жарып, ортасына шамалы ғана араластырып аламыз. Осы уақыт арасында біздің айранымызда осылай көпіршіктеніп, содамен реакцияға түсіп дайын болып тұр. Енді осы ашқан ортамызға үстінен айранымызды құйып, кішкене араластырып жіберіп, үстінен сұйық майымызды құятын боламыз. Осылай сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып, қолға шамалы жабысыңқырайтын жұмсақтау қамыр илеп аламыз. Басында осылай шамалы ғана лопаткамен араластырып, кейіннен қолмен жақсылап илеп, ішінде ешқандай да іртік, комочек қалмайтындай етіп, жақсылап илеп алыңыздар. Егер қамырыңыз қатты қолға жабысатын болса, онда міндетті түрде шамалы ұн қосып жіберуді ұмытпаңыздар. Құрметті менің көрермендерім, егер менің каналымда алғаш рет болып отырған болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, лайк, комментарий қалдырып кетуіңізді сұраймын. Каналымның алға дамуы үшін сіздердің қолдауларыңыз өте қатты маңызды. Алдын ала рахмет. Осылай қамырыңызды жақсылап илеп болғаннан кейін пакетикке салып, немесе осылай пищевой пленкамен бетін жауып, кем дегенде 10 минутқа тындырып қою керек. Егер де қамырыңыз шамалы қаттылау болып қалған болса, және де июі онша қанбаған болса, тағы да 10-15 минут ұстап алсаңыз болады. Қамырдың неғұрлым июі жақсы қанса, соғұрлым жаюға ыңғайлы, және де піскен кезде майды қатты сормай, бір келкі әдемі болып, жұмсақ болып, көтеріліп пісетін болады. Сіздің бауырсақтарыңыздың жұмсағы және көтеріңкі әдемі болып, пышный болып дейді ғой. Сондай болып пісуі үшін сіздің осы қамырыңыздың июінің қануына байланысты. Қамырдың июі жақсы қанса, жайылуға осындай ыңғайлы, жақсы болатын болса, онда сіздің бауырсақтарыңыз өте жақсы болып шығатын болады. Қамырды жаюға ыңғайлы болу үшін мен видеода көрсеткендей 2-ге бөліп, осылай кезек-кезек жайып, және де кез келген стакан болсын, пиала болсын, кез келген затпен осылай домалақшалар жасап алсаңыз болады. Мен осылай жасап алдым. Және де қалғандары құрғап қалмас үшін бетін сүлгімен немесе осындай пакетиктермен жауып қойсаңыздар болады. Екінші қамырымыз дайын болғанша қалған қамырларымыз қайысып қалмау керек, сол себепті бетін жауып қойыңыздар. Екінші қамырымызды домалақ етіп жайып, кесіп алатын боламыз. Қызып тұрған майға қамырларымызды тастап, шетінен пісіріп алатын боламыз. Бауырсақтар өте тез піседі, мұқият болыңыздар. Бауырсақтар өте тез әрі өте жылдам дайын болады. Осындай бауырсақтың түрін бір рет жасап көрсеңіз, енді аштықсыз жасайтын боласыз. Себебі дрожжбен ұзақ уақыт күтіп, аштып жасағаннан гөрі осы өте ыңғайлы, және де қонақ келіп қалғанда асыққан кезде жасай салғанға өте ыңғайлы тәсіл. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де комментарияға түсінбеген жерлеріңіз болса сұрап жаза беріңіздер. Мен міндетті түрде оқып, жауап қайтаратын боламын. Тағы бір айтып кететін нәрсе, ол қамырыңыздың іші осындай бос, жұмсақ болғанын қаласаңыз, қамырыңызды жұқа етіп жайып пісіресіз. Ал егер де қамырыңыздың іші тығыздау, сондай болған қаласаңыз, онда шамалы қалыңдау етіп пісіресіз. Менде осылай жұқа түрін ұнатады, сол себепті мен осындай жұқа етіп пісірдім. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше дәмді болады, және де өте тез дайын болады. Әлеуметтік желіде жақындарыңызбен бөлісіп қоюды да ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Арайлым. Баршаңызға рахмет.